Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біздің бүгінгі тақырыбымыз технологиялар, бүгін және ертең. Сабақтың мақсаты қазақ тіліндегі тыныс белгілерінің түрлері мен қызметін түсіну, дұрыс қолдану. Ride Air желірлегіші өте ыңғайлы құрылғы. Велосипедке орнатып алып, кез келген сәтте қажетіңізге жаратасыз. Көп күш жұмсамайсыз. Бар болғаны өрлегіш батырманы 10 секундтай басып тұрасыз. Сондай-ақ бұл құралмен өзге де дөңгелектерді, допты, суға жүзуге арналған баллонды желге толтыруға болады. Фотоға көп түссеңіз қолыңыз талып кете ме? Онда жақында шыққан мына бір ақылды фотоаппаратқа назар салыңыз. Бұл құрылғы суретке 1 сағат бойы тапжылмай, басын әрлі-берлі бұрып, түрлі ракурстан өзі таспаға жаза береді. Құдды бір фотографтың өзі түсіріп жатқандай әсерде боласыз. Ақылды көзілдірік. Сіздің сөзіңізді естіп, әр бұйрығыңызды бұлжытпай орындайтын құрал. Ол үшін ұялы телефоныңызды Bluetooth баптау арқылы көзілдірікпен байланыстырыңыз. Сонда визуалды хабарландыру ала аласыз. Саған Марат хабарласып жатыр. Бағыт-бағдар сілтейді. Қазір оңға бұрыласыз. Және қалаған әуеніңізді қойып береді. Суға салсаңыз жұмыс істей береді. Белсенділікті де қадағалап отырады. Сіз 600 шақырым жүгіріп өттіңіз, және 400 калорий тастадыңыз. Жарайсыз. Сонымен қатар фотоаппарат қызметін де атқарады. Уақытты да біліп береді. Сағат 8:30 болды. Жүгіргенді жақсы көресіз бе? Онда мына бір кроссовкаға қараңыз. Ерекше дизайн. Телефоныңыздан қажетті баптауларды таңдап, оны әп-сәтте мың құбылта аласыз. Қалаған суретіңіз шыға келеді. Қиялыңызға қанат бітірсеңіз болғаны. Нүкте жазуда аяқталған ойды білдіретін шартты белгі. Нүкте дұрыс қойылмайтын болса, сөйлем түсініксіз болып шығады. Не нүктенің қойылмауынан екінші бір мағына туындауы мүмкін. Нүкте мынандай орындарда қойылады. Бірінші, нүкте аяқталған ойды білдіретін хабарлы сөйлемнен соң қойылады. Мысалы, бүгін жаңбыр жауды. Екінші, басқа әріптерінен қысқарған кісі аттарынан соң нүкте қойылады. Мысалы, А нүкте Құнанбайұлы қазақтың ұлы ақыны. Үшінші, пьесаларда әрбір кейіпкердің аты жөнінен соң нүкте қойылады. Мысалы, Қасым нүкте әкел бері. Төртінші, цифрлар арқылы таңбаланатын санамалы нөмірлерден кейін нүкте қойылады. Мысалы, 5-ші параграф нүкте технологиялар бүгін және ертең. Не болмаса біз осы нүкте тақырыбын түсіндіру барысында 1-ші, 2-ші, 3-ші деген сандардан кейін нүкте қойып отырмыз. 5-ші, тағысын тағы, тағы сол сияқты, тағы басқа деген сөздерді қысқартып жазғанда нүкте қойылады. Мысалы, киім, ыдыс-аяқ, ТСС керек жарақтарымызды алдық. Бұл жердегі ТСС деген тағы сол сияқты деген ұғымды білдіреді. Екпінсіз айтылған бұйрық, тілек мәнді сөйлемдерден соң нүкте қойылады. Мысалы, сөредегі кітапты әперші. Яғни нүкте 6 жағдайда қойылады екен. Сұрау белгісі жауап алу мақсатында қойылады. Сұрау белгісінің қойылуы. Бірінші, ма, ме, па, пе, ба, бе, ша, ше сұраулық шылауларының қатысу арқылы жасалған сұраулы сөйлемдерден соң қойылады. Астанаға барасың ба? Екінші, сұрау есімдіктер арқылы жасалған сұраулы сөйлемдерден соң қойылады. Кім келді? Қашан келді? Үшінші, болар, шығар, көмекші етістіктерінің қатысу арқылы жасалған сөйлемдерден соң қойылады. Сен де баратын шығарсың. Төртінші, ой шылауы мен одағайының тіркесу арқылы жасалған сұраулы сөйлемдерден соң қойылады. Әкеміз келсе ғой, Бесінші, сұрау интонациясымен айтылған хабарлы сөйлемдерден соң қойылады. Маған бұл қиын? Қиын? Мүмкін емес. Алтыншы, құрамында бірнеше сөйлемі бар құрмалас сөйлемнің соңғы жай сөйлемі сұраулы болса, сөйлемнің соңына сұрақ белгісі қойылады. Қас қарайды.
Жолаушылар кешікті. Не болды екен? Оқушылар ендеше осы алған теориялық білімімізді практикада қолдану үшін оқу тапсырмасына құлақ түрейік. Нүкте мен сұрау белгісінің қойылу жолдарын ескере отырып, жаңа технологиялар тақырыбында 6-7 тілдесімнен тұратын диалог құрастырыңдар.